Сәлем достар, бүгін мен шайға ерекше пирог дайындадым. Жасалу жолы оп-оңай әрі тез жасалады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге слоеный тесто қажет болады. Менде бір үлкен тесто болды, оны екіге бөліп алдым. Бір бөлігін осылай жайып, одан кейін елканың пішінін кесіп алдым. Бұл пирог маған өте қатты ұнады, жұмсақ болып, дәмді болып шығады. Қазір көріп тұрғаныңыздай осылай кесіп аламыз, дәл видеодағыдай етіп. Одан кейін ортасына нутелла жағатын боламыз. Нутелланың қасына тағы да орехтарды салсаңыз болады. Осылай екінші жағын тағы да дәл осылай етіп, жайып, кесіп алатын боламыз. Оңайырақ болу үшін жаңағы кесіп алған елкамызды үстіне қойып кессеңіздер болады. Екеуі бірдей болып шығады сол кезде. Бұл пирог тәтті жақсы көретін балақайларыңыздың көңілінен шығып, ұнап қалатынына сенімдімін. Мен өзім слоеный тестоларды артығымен салып қоямын морозильникке. Самса жасап жіберсем де немесе осындай тәттілерді жасай қоюға ыңғайлы өте. Осылай ортасына нутелланы жағып, бір-бірінің үстіне қоямыз да видеодағыдай етіп, араларын бірдей қылып кесіп шығатын боламыз. Айтпақшы достар, менің рецептерім ұнап жатса, лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің келесі рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Енді әрқайсысын осылай орап шығамыз. Осы жерде негізі ыңғайлы болу үшін орамай тұрып, астына пергамент салып алғанымыз дұрыс. Мен басында ұмытып кетіппін. Пергаментке сразу салып алып, содан кейін барып кесіп, одан кейін орасаңыз болады. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Үстіне кунжут сепсеңіздер де болады. Духовкаға қызып тұрған 180 градуста 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Ал достар, сіздер де тезірек жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Маған қатты ұнады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Ал мен сіздермен қоштасамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі тәтті рецептерде кездескенше қоңыраушаны басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.